Үйтіп Алматыға жеттім. Хейтқа мән бермейін десем, осылай жағдай болып қалады да. Сен осы арқылы көтерілдің, сен анау бүйтті деп. Не надо ол жаққа да, мына жаққа да, сен арқылы көтерілдің, сен арқылы. Енді Құдай сөйтіп тағдырымызға жазып қойыпты. Несібемізді осылай бір адам арқылы, оған мен арқылы, маған ол арқылы мүмкін берілген шығар. Бірақ не стоит отменять тот факт, что бұл жақта үлкен еңбек жатыр. Маған просто обидносы болғаны, люди не оценивают мою работу, сколько работы здесь проделано, а просто оценивают, вот, ты мразь, вот, неблагодарная, деп. Ну все, хватит же, ребята. Прошлое, оно в прошлом осталось, все, оно так и должно остаться. Просто түсінбеймін, адамдар до такой степени прям біреуді унижать етіп, сіздер деген кәдімгіден балағат сөздер жазып, мен сіздерге не шамашылық көрдіңіздер менен? Просто мынды айтайыншы, мен ешқай жерде Қырғызстанды жамандаған емеспін. Просто наше отношение с одним человеком не должно касаться нации, да? Это отношение между мной и другим человеком. Это никак не касается нации. Мен ешқашан Қырғызстанды жамандап, ойбай, мен Қырғызстан арқылы көтерілген жоқпын деп ешқашан айтпаған. Мен всегда айтатынмын, Қырғызстан елі мені всегда көтереді. Қырғызстан елінде осылай мені қолдайды деп всегда айтып жүремін. Ешқашан ешбір интервьюмда бір жамандаған кезім болыпты, наоборот, көтеріп всегда вот деп қырғыз тілін үйреніп, мен кәдімгідей сіздерге бір хотя бы менен бір не болсын деп қырғыз тілін үйреніп жүремін. Ошондуктан екі адамның отношениясын ешқандай нацияға, пожалуйста, бөлмеңіздерші. Это отношение между людьми, а не нацией. Вот.